Қысқы уақытта әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатыны сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 10 түрлі қасиетімен бөлісеміз. Дәлірек айтсақ, сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Сарымсақ асқазан ішек жол ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан жақсы жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Диабет кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады, бүйректің, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Өкінішке қарай сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де, қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика ретінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы немесе үйде дайындалған сарымсақ майын қолдануға болады. Сарымсақ холестеринді төмендетеді. Ал лецин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллецин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылуы кезінде пайда болады. Гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллецин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы бір пияз тұқымдас көкөніс тромбоциттердің жабысы қалын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілікке мәлім. Сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кверцетин деген табиғи биохимиялық затқа бай. Сондықтан бұл пияз тұқымдасты көз инфекцияларымен күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышыма қотырды, бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып құлаққа тамызуға болады. Сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ қылып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Яғни ішек құрттарына қарсы дәрі ретінде аталған пияз тұқымдасты пайдалануға болады. Сонымен қатар сарымсақ ауру тудыратын микроорганизмдерді жоқ қылып, сау ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Сарымсақ суық тию кезінде де пайдалы. Суық тигенде және тұмауға сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керектігін бәрі біле бермейді. Жалпы осы ауруларды сарымсақпен емдеу мүмкін бе деген сұрақ та туындайды. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде, түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ тісшесін жеу арқылы сіз инфекцияның одан әрі таралуына кедергі жасайсыз. Я болмаса суық тигенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға болады. Сарымсақ вирустық инфекциялар эпидемиясы кезінде оның алдын алатын ең жақсы дәрі. Көкөніс құрамындағы витаминдер мен минералдар иммунитетті сенімді түрде нығайтады. Сарымсақтың қатерлі ісікке де пайдасы бар. Онкологияда және қатерлі ісік ауруының алдын алу кезінде де сарымсақ маңызды рөл атқарады. Сарымсақты үнемі тұтыну асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігі ауруының даму қаупін азайтады. Бұл өсімдік ағзадағы канцерогендік заттардың концентрациясын төмендетеді. Сондықтан ол қатерлі ісік ауруының, әсіресе сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Сарымсақ ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Сарымсақтың өмір сүру ұзақтығына әсерін дәлелдеу мүмкін емес. Алайда осы пияз тұқымдастың жоғарыда аталған барлық пайдалы қасиеттеріне сүйене отырып, оны тұрақты түрде пайдалану өмір сүру ұзақтығын төмендететін
бірқатар қауіпті факторларды жояды деп айтуға болады. Осылайша сарымсақ өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін. Сондай-ақ сарымсақ көбінесе өлімге алып келетін жұқпалы аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Әсіресе егде жастағы адамдар мен иммундық жүйесі бұзылған адамдарға көп көмегін тигізеді. Сарымсақпен емдеу максималды түрде нәтиже беру үшін оны шикідей үгітіп жеген дұрыс. Дәрігерлер дененің әртүрлі инфекцияларға төзімділігін арттыру үшін оны күнделікті жеуді ұсынады. Күніне 2-3 тіс жесін жеуге кеңес береді. Бүгін біз жоғарыда келтірген деректер арқылы сарымсақтың қаншалықты пайдасы бар екен және оның қандай ауруларға ем екендігі туралы толығырақ мәлімет беріп өттік. Сонымен қатар әр үйде әрқашан кем дегенде тұтас бір сарымсақ болуы керек екеніне көз жеткіздік. Ендеше сарымсақтың баға жетпес пайдасын көру үшін күнделікті тұтынуды ұмытпаңыз. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше.